Қала әкімі Әліпбек Көсербаев Түркістан қаласы прокуроры Махат Зұлпухаровтың қатысуымен 2015 жылдың құқықтық және құқық бұзушылық есебі талқыланды. Жылдық есеп бойынша біршама өзгерістер болғандығын, сонымен қатар қалалық полиция бөлімшесінің жаңа басшысы Әбусерік Медетовті атап өтті. Облыс әкімінің қаулысы бойынша алдағы уақытта әр 6 ай сайын полиция бөлімшесі қала әкімдігіне есеп беретіндігін хабарлады. Баяндамашыларға да сөз кезегі беріліп, жылдық қорытындылар тыңдалды. Қала көлемінде орын алған ауыр және аса ауыр қылмыстардың жалпы саны алдыңғы жылы 150 фактіден есеп беру жылындағы 184 фактіге көбейгенімен, олардың жалпы ашылу деңгейі біршама жақсарғандығы, яғни 2014 жылы 72-де 3%-дан 2015 жылғы 72-де 7%-ға, сонымен қатар оның ішінде ауыр қылмыстардың ашылуы деңгейі 71-де 8%-дан 72-де 1%-ға дейін көтерілгендігін айтуға тұрады. Бірқатар аса ауыр қылмыстардың түрлерінің ашылу деңгейлерінің жоғарылауы, оның ішінде кісі зорлау қылмыстары 66-да 7%-дан 90-да 0%-ға, қарақшылық 69-да 2%-дан 100-де 0%-ға, бөтеннің мүлкін ұрлауға байланысты қылмыстардың 40-да 0%-дан 45-де 7%-ға, әсіресе пәтер ұрлығымен байланысты қылмыстардың 62-де 5%-дан 63-де 6%-ға, сонымен қатар қорқытып алу қылмыстары 50-де 0%-дан 100-де 0%-ға, алаяқтық қылмыстары 78-де 9%-дан 87-де 5%-ға дейін көтергендігін жұмыстарымыздың оң нәтижесі деп санаймыз. Тыңдалған есеп қорытындысы бойынша қалада тәртіп бұзушылық біршама азайғандығын аңғартты. Қала басшысы бұдан біршама өзгерістер күтетіндігін айтып, ескертпелер де берді. Қала прокуроры Махат Зұлпухаров қоғамдық құқықтық жол тәртібінің бұзылмауын, одан бөлек әр бөлім басшысы өз қызметін жауапкершілікпен орындалу керектігін сөзінде атап көрсетті. Ішкі істер министрінің бюроның талабы бойынша бір жылдың көлемінде барлық жаңағы үйді аралап шығу. Ол жерде кім тұрады, кіммен тұрады, кім келіп, кім кетеді. Білмейді оны, біреу істеген жоқ оны, кабинетіне шықпайды ол. Қолында картасы бар, қазір барайық, біреудің қолында картасы жоқ. Талдау жасаңыз, 2-3 көлемінде, кемінде, сол участковыйдың отырған жерінде қандай қылмыс орын алды, жылдан жылға нәтижесін көріңіз. Егер жылдан жылға сол қылмыс өсе берсе, ешқандай нәтиже болмаса, ол отырған участковый полиция сол орында отыра берді, ары қарай ешқандай нәтиже болмайды. Диляфрuz Ахмедова, Надыр Мақсудов, Тұран Түркістан. Қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлының басшылығымен қала аумағында тазарту және көгалдандыру шарасы жүргізілді. Бұл іс-шара жайлы жастар қауымының белсенді мүшесі Бақытжан Дүкенбаев өз пікірін білдірді. Наурыз айынан бастап қаланы көгалдандыру, оны абаттандыру, көріктендіру жұмыстары аса қызу жүргізіліп жатыр. Осы ретте осындай игі бастамалардың қасында өзінің зиянын тигізіп жүрген біздің кейбір түсінігі төмен азаматтарымыз отырғызылып жатқан көшеттерді жұлып зияндарын тигізіп жатыр. Осы надандыққа жауап ретінде біз мынаны айтқымыз келеді. Біздің еліміздің көсегесін көгертем деп жүрген азаматтардың еңбегін еш қылмайық. Өзіміздің туған жерімізді, ата мекенімізді аялауды білейік. Отырғызылған көшеттің біршамасын тәртіпке бойсынбайтын тұрғындар алып кеткен. Игі іске қиянат қылушы азаматтар мынадай жауапкершілікке тартылатындығын полиция майоры Бақытжан Маханов атап көрсетті. Қала тұрғындарын ескерту ретінде мына Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 340 бабымен және 180 бабында көзделген жауапкершіліктер бар. Ол яғни қала көшелеріндегі заңсыз ағаштарды кесу, жұлу, бұның бәрі қылмыстық кодекс көзделген. 340-180 бабында жауапкершілігі бар. Яғни бұлда заңсыз кескен жағдайда өздерінің қалалық сотқа жолданып, іс құжаттар жинақталып, жолданып, шаралар қолданады. Ол жерде 60 тәулікке дейін қамау немесе 30 айлық есеп көрсеткіште айыппұл салынатыны ескертіледі. Әрбір құқық бұзушылық жауапсыз қалмайды. Еліміздің өсіп өнуіне үлес қосу қасиетті борышымыз деп сөз бастаған ардагер ағамыз жастарды игі істерге шақырды. Қала біздің қаламыз. Оны көркейту, көгерту өзіміздің қолымызда. Сіздерден өтініш, әркім әр мүмкіншілігі болса, есігінің алдына бір тал егіп, әкеден дүние қағанша тал қалсын деген қазақта мақал бар. Еркек адам алдымен үй салат, тал егет. Соған бәріңізді шақырамын. Диляфрuz Ахмедова, Абубакыр Анарбайлы, Тұран Түркістан.
Бүгінгі күнде қала аумағында отырғызылған ағашқа лас су ағызып, зиянын тигізіп отырған тұрғындар аз емес. Одан өзге көзге ерсі көрінер сауда орындары көбейіп бара жатқаны да баршамызға мәлім. Осындай тәртіпсіздікті азайту мақсатында полицейлер рейді жүргізілді. Шара барысында бірнеше сауда түкпірлерін аралап, ескертпелер жасалды. Саудамен айналысып жүрген азамат және азаматшалар назарына мұндай бейберекетсіздікке тыйым салуды хабарлады. Сонымен қатар тыйым салынған жерлерге күл-қоқыстарды төгіп, қаламыздың тазалығына кері әсерін тигізіп отырған тұрғындар әрекеті көбеймесе азайар емес. Бейберекетсіздікті азайту үшін барын салып жүрген полиция қызметкерлері өз жұмыстарын жалғастыруда. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында қала әкімдігінің тарапынан белгілі мөлшерде айыппұл белгіленіп, тақтайшалар да көрсетілген. Өз аумағына жанашырлық танытпаған бұл тұрғындарға қоғам қызметкерлерінің айтары көп. Мына жер күнде алып кетеміз, кешке қарай осындай шашылып жатады. Андай айыппұл деп штраф салып нағылғанбыз. Енді күнде осындай жиі рейдке шығамыз. Мусор тастамауларыңызды сұранамыз. Қаланың тазалығы барлығымызға керек, барлығымызға бірдей. Диляфрuz Ахмедова, Абубакыр Анарбайлы, Тұран, Түркістан.